Осы бір сайда дүниеге келіппін. Менің кіндік қаным тамған жер деп әкем жиі айтушы еді. Қазір сирек те болса туған жерге ат басын бұрғанда осында әкемнің балалық шағының ізі қалғандай көрінеді. Бір 1937 жылға аласапыран уақытта дүниеге келген Зәкір Елшібайұлы әкесін көрмеген. Қазақ зиялыларын қанадай қырған кеңестік дәуірдің шынжыр табан тракторы таптап өткендердің бірі Елшібай Бекболатұлы еді. Жалғызының маңдайынан бір иіскеместен жазықсыз жала арқалап кете барған. Балалық шағы соғыстан кейінгі уақытқа сәйкес келген Зәкір Елшібайұлы ерте есейді. Анасы жесірліктің, өзі жетімдіктің қамытын кейді. Бала болып асыр салып ойнап, асық атқан жоқ. Әке мейірімін аңсап, ол қашан оралар екен деген сауалға жауап іздеумен жүрді. Бұғанасы бекімеген бала, колхоздың сауыншылар бригадасында еңбек еткен анасы Ақбала Байсаба қызының қолғанат еді. Соғыс жүріп жатқан уақыт болғандықтан жұмыс тәртібі қатал болатын. Сауын сиырлардың бұзаулары абайсызда еміп қойса, бригадир ат ойнатып келіп, әйелдерді қамшымен сабайтын еді. Мұндайды көруден ауыр азап болған емес. Анам таяқ жеп қалама деп жан ұшырып, аяғыма кірген шөңгеге қарамастан, бұзауларды қайыратын едім деген жүрек сыздатар естелігі еш ұмытылмақ емес. Өмір оны осылайша шыңдады, қайсарлыққа баулады. Алға қойған мақсатқа ұмтылуды үйретті. Көкжидеде біз мен почти 7-ші классқа дейін бірге оқыдық. Біз екеуміз жақсы жолдас болдық. Бойымызда, ойымызда бірдей болды. Жақсы оқыды. Біз өзді бірге өскеннен кейін, даже анасы сондай пейілі кең кісі болатын. Кел әке деп, көке деп тұратын. Баламнан артық көрем сені деп сыйлап, рахмет дейтін. Жәкең екеуміз қол ұстасып, сол 7-ші бітіргенге дейін сол жерде оқыдық. Аудан орталығындағы орта мектепті тәмамдаған Зәкір Елшібайұлы әскер қатарына шақырылғанымен денсаулығы жарамсыз болып шыққан. Колхозда әртүрлі жұмыстар атқарып, ел өміріне белсене араласты. Жастық шақ, домбыра өнерге құмар бозбаланың серігін айналды. Ән салып күй шертетін ол жиын тойдың көрігін қыздырар сері жігіттердің бірі болды. 1957 жыл Алматыда республикалық студенттер мен жастардың өнер фестивалі ұйымдастырылып, бұл мәдени шараға Балқаш ауданынан іріктелген 3 өнерпаз жіберіледі. Солардың бірі Зәкір Елшібаев еді. Ол Құрманғазының адай күйін асқан шеберлікпен орындап, көрерменнің зор қошеметіне ие болады. Қазылар алқасының құрамындағы әйгілі өнер зерттеуші педагог Күләш Құнантаева музыкалық қабілетін керемет, болашағың зор екен, саған өнеріңді жалғастырып білім алу керек, емтихан деген осы байқау, біз сені консерваторияға жібереміз, оқуға қабылдандым деп есепте деп ұсыныс айтады. Алайда ауылдағы жалғыз анасына қарайлаған жігіт өнерді әсем Алматыны қимай тұрса да, амалсыз ауылға қайтады. 1958 жылы Зәкір Елшібайұлы отбасын құрды. Сүйіктісі бірнеше жыл таныс дос болған Санақ Шүленбай қыз еді. Бұрымы жер сызған, қара көзі мойылдай, көрші ауылдың аруы бір көргеннен жүрегін жаулаған болатын. Өзара түсініскен олар отбасын құруға шешім қабылдаған. Алайда бой жеткеннің ата-анасының қарсы болатынын білгендіктен оны алып қашуға бел буады. Осылайша 1958 жылдың 31 желтоқсаны күні көпшілік жаңа жылдық қарсы алуға дайындалып жатқанда Санақ Шүленбай қызы өзге босаған аттады. Соғыстан кейін ел енді есін жиып жатқан кез. Тұрмыстық қиындықтар, жоқшылық олардың сүйіспеншілігіне, татулығына кедергі бола алмады. Ауқатты жерде тәрбиеленіп, тапшылық көрмей өскен Санақ Шүленбай қызына отбасылық өмір оңай емес еді. Дегенмен жарына қандай қиындық болса да сенімен біргемін деп келгендіктен барлығына төзе білді.
Қамыстан өрілген алғашқы баспаналары сүйгеніңмен бірге лашықта пейіштің төріс бетті деген сөзді дәлелдегендей. Алғашқы перзенті Жұмагүл сол күрке ішінде дүниеге келіп, шілдехана тойы да сол жерде өткен. Сыйластық пен түсіністік, ынтымақ пен бірлік отбасының темір қазығы. Осының арқасында олар барлық қиындықты артқа тастап, үлгілі жанұяға айналды. Үш үйдің ортасында жалғызсыз болдым. Шалым қайта кең адам болды. Менің барлық еркелігім бәрін көтерді. Барға бар демедік, жоққа жоқ демедік екеуміз. Теңдей көрдік, теңдей, не нәрсені. Менің неме қызықсын шалым, өзі үш үйдің ортасында жалғыз қыз түк білмей келген. Барлық өмірді қол ұстасып жүріп өткіздік қарағым. Екеуміз тең жұмыс істедік, шалмен екеуміз. Барды бар демедік, жоқты жоқ демедік. Бір орнымыздан тапжылғанымыз жоқ. Отты да жақтық, малды да бақтық, шөпті де. Сапқоз не айтты, соны істедік екеуміз. Сөйтіп жүріп аузымыздан өлең түскен жоқ. Ойынымыз ойын, күлкіміз күлкі. Екеуміздің ауыз бірлігіміз барлық ауыз бірліктен келеді. Сөйтіп жүріп Құдайдың берген 7 баласын өсіріп, немере шөбере бірақ нәрсеге өкінем, осы қызықты сошалым тең көрмегеніне. Зәкір Елшібайұлы ауыл шаруашылығының түрлі саласына қолғабыс ете жүріп еңбекте ысылды. Тәжірибе жинады. Ата-баба кәсібін жалғастырып мал бағуды мақсат еткен ол 1964 жылы ірі қара мал алып, бақташы таяғын қолына ұстады. Кеңестік дәуірде совхоз колхоздарда шопандар мен бақташылар арасында социалистік жарыстар ұйымдастырылатын. Зәкір Елшібаев төл алу, мал басының амандығы мен қора қопсы, үй жайының тазалық жағынан осындай жарыстардың алдын бермеді. Өзіне тапсырылған жоспарды артығымен орындап, еңбегі еленді. Адамды көркейтетін еңбек, қандай істі де асқан жауапкершілікпен тиянақты орындайтын азаматтың ел ішінде абыройы артып, ел құрметіне бөленді. Аудан облыс көлеміндегі алқалы жиындар Зәкір Елшібайұлының қатысуынсыз өтпейтін. Әділетсіздікті қаламайтын барды бар, жоқты жоқ деп тура айтатын азаматтың мінезінен қаймағатындар қандай көп болса, сыйлайтын жандардың қатары да аз емес еді. Ол кісінің есте қалатын мен үшін ең бірінші ол еңбекқорлық еді. Сол кезде малшылардың арасында пікір қалыптасқан, ұзын аяқты сиыр малы қой сияқты қайырып алуға көнбейді деген. Бірақ әкем сол пікірді жоққа шығарды. Оны өзінің ісімен дәлелдеді. Қабылдап, қанша рет 300-400 бастан жаңадан мал қабылдап алып, соны 1 жыл, 2 жыл бойы қыздардың көмегімен, балалардың көмегімен қойша бағып, бір жерге мекендетті. Бұл бір және бір есте қалатын бұл кісінің жақсы қасиеті. Мен өзімде сол кісіге ұқсайтын сияқтымын. Бұл кісі көмейіне келген нәрсені тарс тегіз бірақ айтатын, артында ешқандай зілі жоқ. Және еш уақытта кек сақтамайтын. Ағайын туысқа сонысымен де беделді болған шығар. Өзім оқымай қалдым, сендер оқыңдар деп 7 баланы түгел оқытты, жоғары білім алып берді. Жұмакүл екеумізге деген көз қарасын ана үлкен кісінің көзінше білдірмесе де, бұлай емеурінімен сездіріп жүрді ғой енді. Ол бала болып біз оған мен өзім лично аса мән бермеппін. Кейін ғана сол кісінің маған деген көз қарасы, қарым-қатынасы, түрлі жағдайлардағы сол кезде ғана барып есіме түсіп, сол кезде әлгі өзің әке болғаннан кейін әкенің қадірін білесің деп, кейін еске түсіп жатыр оның бәрі. Әңгел деп аталатын мына қыстаудың қазір тек орны ғана қалған. Кезінде бұл нысанды Озат бақташыға совхоз басшылығы арнайы салып берген болатын. Әкеміз мұнда 25 жылдан аса тұрақты қоныстанып, мал басын көбейтуге үлес қосты. Ата-анамызға жайлы қоныс болған үйдің қазір тек орны тұр. Оны кім қандай мақсатпен бұзып алып кеткені белгісіз. Өткен күннің белгісінде болып қалған бір орын әкеміздің ат байлайтын жері. Мына 2 бетон бағананың түбіне ат әбзелдерін арнайы жиыстырып қоятын.
Бақташының қарамағындағы 200-ден аса ірі қара мына өздеріңіз көріп тұрған құдықтан қыс маусымында су ішетін. Оның да қатып қалмауын бақылап, су жіберетін құрылғыны жиі-жиі іске қосып қоятын. Мал басын көбейтуге үлес қосып қана қоймай, үй жайын қора-қопсыны тап-тұйнақтай етіп, күрделі жөндеудің барлығын бала-шағасымен өзі жасап алатын. Кейбір шаруашылықтарда жем-шөп қоры жетпей, басшы мен малшы арасында түсініспеушілік туындап жатса, әр істің көзін тауып, үнемдей білетін бақташының қыстық қоры бір маусымнан келесі маусымға ауысып жататын. 1987 жылы елімізде халық таланттарын, ел ішіндегі өнерпаздарды қолдау мақсатында отбасылық ансамбльдер құру ісі қолға алынған еді. Өнерге деген сүйіспеншілігін соншама жылдар жүрек түкпірінде сақтап келген Зәкір Елшібаев отбасымен ақылдаса отырып ансамбль құрды. Ауылдағы, аудандағы іс-шаралардың ортасында жүрді. Облыстық байқауларда аудан намысы үшін бақ сынады. Елшібаевтар жанұялық ансамбль салған әндер мен орындаған күйлер көпшіліктің көңілінен шығып, жүректерді тербеді. Осылайша ұрпақтарын да өнерді құрметтеп, елін, жерін сүюге тәрбиеледі. Әкемнің мынандай бір жақсы үш қасиетін атап өтер едім, есімде қалған. Жалпы мен әкемді қазақтың қас батыры Бауыржан Момышұлына ұқсатам. Тура айтатындығы, турашылдығы, не нәрсені де асқан жауапкершілікпен орындайтындығы. Әкемнің таным түсінігі, дүниеге көзқарасы бүгінгі күнгі мынау кез келген жастардан озық тұратын. Өзі Ұлы Отан соғысына мынау соғыстан кейінгі ұрпақ болып өссе де, қазіргі заманауи жаңалықтарға бейім болатын, балалар үшін, өсіп келе жатқан ұрпақтар үшін заманауи жаңалыққа бейім, не нәрсеге де құштар болатын, қандай жаңалық болып жатыр, соның бәріне балалар үшін бірге ілесіп, бізбен бірге өмір сүріп, бізбен бірге қуанып отыратын. Мынау қыз баланың бақытты өмірі әкенің оң жағында ғой. Әкем өзінің отбасындағы 5 қызын ерекше жақсы көрді, ерекше құрметтеді, ерекше тәрбиеледі. Өзінің отбасында көзі тірісінде көрген үлкен келінін ерекше жақсы көрді. Біз өте еркін өстік, еркін сөйледік, қалағанымызша жүрдік, тұрдық. Кейде бір қазақтың салт дәстүріне байланысты, әдет ғұрыпқа байланысты анамыз бір нәрсеге тыйым салса, әкеміздің марқұмның мынандай сөзі болатын: балам, өзіңе ұнады ма, соны жаса. Өзіңе ұнаған киімді ки, өзіңе ұнаған дүниені жаса. Өйткені ол сенің өмірің деп отыратын. Келін деген сөзді ешқашан қолданған емес, қызым, ұлым деп бөлген емес, бәрін бір сөзбен балам дейтін. Сол балам деген сөзге, бір ғана сөзге бүкіл өзінің мейірімін, махаббатын, балаға деген құрметін сейдіріп отыратын. 90-шы жылдардың соңында денсаулығы сыр берген Зәкір Елшібайұлы Алматы қаласында операция жасатты. Жоқшылық пен қиындыққа толы балалық шақ, бейнеті мен мехнаты көп ауыр жұмыстар ағзаға әсер етпей қоймайтыны белгілі. Саналы ғұмыры еңбекпен өткен азамат амалсыз мал шаруашылығынан қол үзуге тура келді. Инсульт сырқаты меңдеген ақсақал 1998 жылы шілде айында дүниеден өтті. Ғұмырын тек тазалыққа, адалдыққа бағыштап, төккен термен бейнеттің зейнетін көрер тұста мәңгілік мекенін аттанды. Уақыт тоқтамай, өмір жалғасады. Қайтқанына 20 жыл болған ғазиз жанның адал жүріп өткен жолымен қалдырған ізі, әрбір сөзі, тіпті әдемі әзіліне дейін ұрпақтарының жүрегінде мәңгі қалары сөзсіз.